Баршаңызға сәлем қыздар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздерге өте дәмді творожный пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Дәл осы рецептпен өздеріңіз үйде отырып тапсырыс қабылдап табыс тапсаңыздар да болады. Ең алдымен тестасын дайындаймыз. Жұмыртқамызды және қантымызды салып, венчикпен араластырамыз. Жақсылап араластырамыз. Және оған ертілген сармаймызды салып, жақсылап венчикпен араластырамыз. Үстінен ситадан өткізілген ұнмен разрыхителі салып, қамыр илейміз. Міне тестамыз дайын болды. Оны салфанға салып қойып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Жұмыртқамызды және қантымызды салып, венчикпен араластырып аламыз. Жақсылап араластырамыз. Және оған жүгері крахмалын қосып араластырамыз. Енді блендердің көмегімен творогымызды жақсылап езіп аламыз. Міне салмасы дайын болды. Енді формамызға қамырымызды жаямыз. Жақсылап бір тегіс қып әдемілеп жайып аласыздар. Енді үстінен салмасын құямыз. Әсемдік үшін мен бетіне шие саламын. Бетіне кез келген жидектерді салсаңыздар болады. Міне пирогымыз дайын. 180 градуста шамамен 40-45 минутта пісіп шықты. Міндетті түрде пісіріп көріңіздер. Және подписки бөлімін басып, менің арнама тіркеліп қойыңыздар. Баршаңызға рахмет.